Яжуж бен Мәжуж Қазақстаннан шыға ма? Яжуж бен Мәжуж Құранда және хадистерде айтылған, ақыр заманға дейін пайда болатын қауіпті екі халық. Олардың шығу тегі, мекені және қай жерден шығады деген сұрақтар мұсылман ғалымдарын ғасырлар бойы толғандырып келеді. Ендеше, Яжуж бен Мәжуж Қазақстаннан шыға ма? Деген сұраққа дін, тарих және география тұрғысынан қарап көрейік. Алдымен Құранда Кәф сүресі 94-99 аяттарда Дүлкарнайын патшаның Яжуж бен Мәжужге қарсы темір мен балқытылған мыс араластырып, үлкен тосқауыл салғаны айтылған. Бұл бөгет оларды белгілі бір аймақта ұстап тұр. Бірақ олар ақыр заманға жақын кезеңде бұл бөгетті бұзып шығып, жер бетіне таралады. Бұл оқиға қияметтің үлкен белгілерінің бірі саналады. Хадистерде Яжуж бен Мәжуж өте көп санды халық болатыны, олар бүкіл әлемге қауіп төндіретіні баяндалады. Олар тауларды тесіп өтеді, көлдерді ішіп тауысады, алдарынан ешқандай тосқауыл тұра алмайды. Бірақ оларды түпкілікті Алла тағала өзі жояды. Енді географиялық тұрғыдан қарасақ, кейбір ислам ғалымдары мен зерттеушілер Яжуж бен Мәжуждің қазіргі Монғолия мен солтүстік Қытай аймағынан шыққанын айтады. Себебі бұл халықтар ежелгі заманда адамзатқа үлкен қауіп төндірген. Олар өз заманында Еуропа мен Азияға шабуыл жасап, көптеген өркениеттерді жойып жіберген. Яғни тарихтағы ғұндар, монғолдар немесе тағы басқа көшпелі тайпалар осы Яжуж бен Мәжуж болуы мүмкін деген пікірлер бар. Ал Қазақстан мәселесіне келсек, бұл аймақ Монғолия мен Қытаймен шекаралас. Яғни кейбір зерттеушілердің айтуынша, Яжуж бен Мәжуж бөгеті Алтай мен Тянь-Шань таулары арасындағы өңірде, яғни орталық Азияда орналасуы мүмкін. Осыдан шыққан жорамал бойынша олар Қазақстан шекарасына жақын жерде жасырынған болуы да ықтимал. Алайда бұл нақты дәлел емес, бұл болжам ғана. Дініміз бойынша олардың нақты қай жерде екені бізге беймәлім. Бұл ғайып ілімі. Сондықтан Яжуж бен Мәжуж Қазақстаннан шығады деп кесіп айту дұрыс емес. Бірақ тарихи және географиялық тұрғыдан бұл мүмкін деп айтуға болады. Қорытынды. Яжуж бен Мәжуж жайлы нақты шешімді Алла ғана біледі. Бізге белгісіз дүниелердің артынан түсіп қорқу емес, керісінше иманымызды күшейтіп, жақсы амалдар жасау маңызды. Бұл тақырып ақыр заман белгілерінің бір бөлігі ғана. Мұсылман үшін ең маңыздысы рухани дайындық пен жүректегі сенімді бекемдеу. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз жаңа видеоларға үлкен мотивация.